өзіңе қол жұмсау тығырықтан шығудың жолы емес. Оны дәл осы дорама көрсетіп берді деп ойлаймын. Ол Иджей Скоро немесе Игра с дорамасы. Дорама не туралы? Бізде бас кейіпкер Иджей бұл жұмысқа тұрғысы келеді, тұра алмайды. Одан кейін ол ақшаларын акцияға салады, одан да алданып қалады, бүкіл ақшасынан айырылады, көптеген қарыздарға батып кетеді. Қызымен де айырылысып кетеді. Сондықтан амал қалмаған Иджей өзіне қол салады, оны өлім күтіп алады. Ал ол толықтай өлген жоқ, ол басқа адамдардың жанына кіріп, 12 адамның жанына кіріп, ол өлімге қарсы шығу керек, қарсы тұру керек, барынша өлмеудің қамын жасау керек болады. Бұл өлімнің тапсырмасы оған берілетін. Сондықтан да осы дорамада біздер өзіңе қол салудың тығырықтан шығудың жолы емес екенін, мүлдем это не выход екенін орысша айтқанда көреміз, білеміз. Сондықтан да көруге кеңес беремін. Бір жағынан бұл мотивация да береді, екінші жағынан бұл өмірді түсінуге, өмірдің мәнін білуге үйрететін дорама десе де болады. Көріңіздер, өте қызық дорама. Басты кейіпкерлер Со Ингук, Пак Содам өз рөлдерін өте керемет қылып шыққан. Өзі 8 ақ серия, тез көріп аласыздар деп ойлаймын. Көріңіздер, өкінбейсіздер. Қазақша дыбыстамада Сақ студия